Ассалаумағалейкум мұсылмандарым. 1000 жыл бойы шайтан адастырған сектанттардың, дүмше ғалымдардың айтылмаған тақырыптарына тек мен ғана жауап бере аламын. Сондықтан да менің видеоканалыма жазылыңыздар, менің сайтыма кіріңіздер. Менен басқа шындықты айтатын ешкім жоқ. Менен басқа ешкімнің білімі жетпейді оған. Сонымен дүмше имамдармен білімсіз адамдардың аузынан шыққан жамағат деген сөзді естігенде жүрегім айнып құсқым келеді. Бұған ең бірінші мүфти бастаған дүмше имамдар кінәлі. Өйткені жамағат деген сөзді және мұсылмандар 73 топқа бөлінеді деген өтірік хадисті шайтан шығарған. 1000 жыл бойы дүмше ғалымсымақтардың осыны түсінуге милары жетпеді. Құранда Аллах мұсылмандарды сендер ең жақсысыңдар дейді, басқа дін өкілдерімен салыстырғанда. Вы являетесь лучшей из уммы, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживать предосудительное и веруя в Аллаха дейді. 3-ші сүренің 110-шы аятында. Қазақшасы: сендер адам баласы үшін игілікті әмір етіп қарсылықтан тыятын, сондай-ақ Аллаға сенетін хайырлы бір үмбет болып шығарылдыңдар дейді. Ал жаңағы өтірік хадисте мұсылмандар кәпірлерден, иудейлерден, христиандардан да жаман болып көрінген. Құранға қарсы келетін осындай шайтанның өтірігін ешкім қалмай жүр. Осының салдарынан дүмше имамдардың арқасында халық біріне бір мұсылман деп емес, жамағат деп айтып шайтанды қуантып жүр. Аллах Құранда чья прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: воистину, я один из мусульман. 41-ші сүренің 33-ші аяты. Қазақшасы: Аллахқа шақырған адамның сөзінен керемет сөз бола ма? Ол дұрыс әрекет етіп шынында да мен мұсылмандардың бірімін дейді. Аллах тағы бір аятта: о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. 3-ші сүренің 102-ші аяты. Қазақшасы: о сенім келтіргендер, Алладан дұрыс қорқыңыз және мұсылман болып өліңіз дейді. Ал дүмше молдалар бастаған сектанттар мұсылман болып өлудің орнына жамағат, ханафит, масхавис болып өлгілер келеді. Дүмше имамдардың мұсылман деп айтсақ құсқылар келеді. Оның орнына шайтанның жамағат деген сөзін қайталауды жақсы көреді. Естеріңізде сақтаңыздар, жұмаққа жамағат болғандар кірмейді, тек мұсылмандар ғана кіреді. Жамағат деген сөз не сүннетте, не Құранда жоқ. Мұсылман сөзінің маңыздылығын мына аяттан да көруге болады. Все вы были теми, которые уверовали в наши знамения и были мусульманами. 43-ші сүренің 69-шы аяты. Қазақшасы: сіздер біздің белгілерімізге сенгендерден және мұсылмандардан болдыңыз. Мүфтиге өтініш етем, мына дүмше молдаларың айт, халықты шайтандарының артынан адастырғандарын тоқтатып, Құранда Аллах бізді қалай атады, тек солай ғана атасын. Мұсылмандар Аллахтың құлдары және Аллахқа сенім келтіргендер деп. Сендерге шайтан керек пе, әлде Аллахтың жолы керек пе? Соны таңдаңдар, адаспаңдар. Кімнің артынан ербілсіңдер, көздеріңді ашып қараңдар. Барлық сансыз, шексіз, шетсіз мақтау мен мадақтау жалғыз Аллахқа ғана тән.